Құрметті қазақ халқы, әлемдегі әртүрлі сенімдер мен идеологиялардың өзара бәсекелестігі және экспансиясы отанымыз Қазақстанда қарқынды жүріп жатыр. Нақтырақ айтсақ, бұған христиандық православияға негізделген импершіл Ресей, коммунистік идеяны басшылыққа алған диктаторлық Қытай, ортағасырлық Осман халифатын жаңғыртқысы келетін Түркиядағы Ердоған билігі, Парсы шығанағындағы монархиялық сәләфилік режимдер және сопылықты бетперде қылған теократиялық Иран мысал бола алады. Өкінішке орай, қазақ ұлтын осы саяси және діни идеологиялар жан-жақтан көкпарша тартқылап жұлмалауда. Менің ойымша, қазақ халқы болашақта заманауи ғылым мен технологияны туғылған Жапония сияқты мықты мемлекет ретінде қалыптасқысы келсе, онда міндетті түрде белгілі бір ұлттық идеологияның айналасында топтасуы керек. Ол идеология сонау ғұн сақ тайпалары мен атақты түркілер Күлтегін, Тоныкөк, Білге, Бомын, Еділ, Мөде қағандардың сенімі болған монотеистік тәңір дүние танымы деп білемін. Қазіргі бізге белгілі діндердің ішінде ең көнесі және соңынан пайда болған дүниежүзілік діндерге тікелей әсер еткен осы тәңірлік сенімнің заманауи реформистік үлгісін қайта жаңғыртуға бар күшімізді салуға бәріңізді шақырамын. Анығында тәңір дүниетанымы түркі халықтарының адамзат өркениетті дамуына зор үлес қосты. Сонымен қатар, тәңірлік сенім парадигмасы иуды-христиандық өркениетпен терезесі тең дәрежеде ынтымақ, бірлік орнатып, прогрессивті дүниетаным болуы қажет. Мен өз басым, ұлы даладағы тәңірлік рухани ренессанс қазақ елінде ұлттық идеология ретінде болашақта үстемдік құратынына бек сенімдімін. Осы үндеуімді тыңдағандарыңызға шексіз рахметімді айта отырып, барша қазақ халқынан әлеуметтік желіде бұл бейнені мейлінше таратып қолдауларыңызды өтінемін. Құрметпен, Тұрарбек Құсайынұлы.